Жамбыл ауданында 16 отбасы қоныстой қуанышына бөленіп, жаңа баспананың иесі атанды. Отау кілтін әлеуметтік осал топтағы азаматтарға ауыл басшылығы салтанатты түрде табыстады. Үй кезегінде тұрған азамат көп, ал биыл тағы қанша отбасы үйлі болады? Әріптесім Ақжан Анапия әңгімелейді. Пәтерден пәтерге көшіп, қоныстой жасауда армандайтын жан қаншама. Қуанышты сәтте 6 баланың анасы Ғалия Баймолдаеваның көңіл толқуы ерекше сезілді. Енді бұрын өзіміз пәтерде тұрдық, көп балалымен енді пәтерде тұру әрине қиын, өйткені көп жерде ала бермейді. Пәтер ақысы да енді біраз болды, енді қымбаттау болды. Сондықтан енді өз үйіміз болып қуанышты болып тұрмыз. Алдағы уақытта біз осы жыл бойы 270-тен астам пәтердің кілтін осындай дәл пәтер иелеріне беруге мүмкіндік туындап жатыр. Себебі қайталап айтам, әлеуметтік осал топтағы азаматтарды мемлекеттің басты саясаты қолдау әрине, оның ішінде осы тұрғын үймен қамтамасыз ету. Оған толық мүмкіндігіміз бар. Ауданда көп қабатты үйлер бой көтеріп келеді. Әлеуметтік осал топтағылардан бөлек кез келген азамат тұрғын үй несиесімен үй ала алады. Сондай-ақ аудандық тұрғын үй шаруашылық бөлімімен келісім шартқа отырып, үйді жекешелендіруге де мүмкіндік бар. Бүгінде енді 62 үй бердік. 22 үй дайын тұр, оның тізімін отбасы банктен күтіп отырмыз. Қосымша 272 үйді қабылдап алып жатырмыз. Және ипотекалық бізде бағасы 160 мың теңгеден, мысалы квадраты 78 квадрат, енді максимально 12 миллион болатын тұрғын үй 480 пәтерді дайындап жатырмыз. Тағы да атап өтетін біздің бөлімде бастапқы жарна үшін ипотека қатысатын болса, тұрғын үй сертификаттары бар. Ипотекалық бағдарламаға қатысады, егер де бастапқы жарнасына қаржысы болмаса, біз бөлім тарапынан төлеп беріледі. Жамбыл ауданында тұрғын үй кезегінде 6000-нан аса отбасы тіркеуде тұр. Оның 3800-і әлеуметтік осал топтағы азаматтар. Жылдар бойы күткен арман орындалып, енді тұрғындар жаңа баспананың табалдырығын аттады. Қуанышты сәтке бірге куә болайық. 75-90 шаршы метрлік үйдің бәрі инженерлік және коммуналдық жүйеге жалғанды. Бөлмелері кең, әрі жарық. 6 балам бар. Бұрын квартирада тұрдық Қарғалыда. Осы жақында үйлі болыңыз деп хабар келді. Соған қуанышты болдық. Отбасыңызбен көп рахмет. Аудан орталығында салынған үйлердің құрылысы аяқталуға жақын. Биыл 480 отбасыға үй кілттері табысталады деген жоспар бар. Ақжан Анапия, Алмас Әбдешев, Қонаев медиа.